рахмет, жақсы қаласың. Жақсы арнасың. Ебай! $100 тауып аласың ба? $200. $100. 110 мың теңге ғой, кәдімгідей. Бай беремін десе Порчуктан да береді екен ғой. Кредитім кеп тұр, или квартирам кеп тұр. Бірақ жоқ екен, қарындастың ақшасы ғой бұл. Қарындас! Бермей ақ қояйын ба елі, я? Қой, ят болады, берейін, ондай тәрбием жібермейді. Бірақ Құдай үстіп беріп қойған шығар, я. Бірақ бұрын, біреудің ақшасы маған береке болып келмейді, ше. Лучше бере салайын ба өзіне? Мақұл бере салайыншы. Қарындас! Қарындасты ақшаңыз қалды, қарындас, мына ақшаңыз. Жаңа мен әке, сіз әкпен таксим ғой? Сіздің ақшаңыз артылып шығапты, я. Сізден ешкім оққан жоқ маған. Ағай, үлкен рахмет кәдімгідей. Болды, аха. Сіз сияқты честный адамдар аз ғой қазір, мә рахмет, бұл меніңше оқуым ақшасы еді. Болды, сол оқуыңыз ақшасы төледі. Жақсы, аха. Жолыңыз болсын. Жақсы, рахмет, аха, жақсы. Дұрыс болды, ақшаны бергенімше. Бәрі түнде ұйықтай алмайтын. Алло? Саламатсыз. Бәйге де? Қылмаш. Шын ба, кәдімгі 100 мың теңге ұттым ба? 100 мың теңге кәдімгі шын барып алып кете алмасам да? Йо, болды, қазір қарнасы бәрі болды, барам. Йо, майы. Алланы сынап тұр ғой, арам жолмен де кәдімше. Беріп саған жақсы болды, жаңа бермегенде, может, кеңейтінде. Шүкір Алла, әйтеуір түзу жолға таластырмаған. Йо, кәдімгі төлем көкке жетейін деп тұр, как раз квартирам жетіп тұратын. Таксистер сіздерге осындай жағдай кездесе ма? Ақша түсіп қалған, басқа біреудің ақшасы сіздерге ешқашан жоқ болмайды, ол береке болып келмейді. Лучше клиенттің өздеріне қайтарып беріңіздер. Айтпақшы, мен Арба таксопаркынан таксовать етемін ғой. Ана Сабина айтып жүрген таксопаркшы. Ай сайын бәйге болады ол жерде. Комиссия 1,5%. Ақша шешіп алудан проблема жоқ. Техподдержка 24/7, QR оплата бар. Еще бәйге ойнатылады ол жақта ше. Бәйгеде 1 миллион ақшалы сыйлықтар, бытовой техника, енді бүкіл нәрсесі бар ана жерде ше. Келіңіздер таксопаркқа тіркеліп алсаңыздар, Арба таксопаркі ең сенімді таксопарк.